Сәлем қыздар, қалайсыздар? Біз бүгін таңғы асқа өте дәмді болатын американдық панкейктер дайындайтын боламыз. Барлық ингредиенттердің мөлшерін описанияға қалдырдым. Бұл жерде бізде жылы сүт, ұн, разрыхлитель, қант, бір жұмыртқа және ерітілген сары май. Алдымен бір жұмыртқамыз бен қантымызды салып, жақсылап араластыратын боламыз. Массамыз кішкене ұлғайғанша жақсылап араластыратын боламыз. Қантымыз еруі қажет. Одан кейін үстіне жылы сүтімізді, ерітілген сары майымызды салып, жақсылап араластыратын боламыз. Кейін бөлек ыдыста осылай ұн мен разрыхлительді бірге салып араластырып аламыз да, осы тестімізге құятын боламыз. Жақсылап араластырамыз. Ешқандай комок, түйіршіктер қалмауы қажет. Барынша жақсылап араластырамыз. Сіздер миксердің көмегімен де араластырсаңыздар да болады. Біздің массамыз өте сұйық та және қою да болмауы қажет. Осындай видеодағыдай масса шығу қажет. Сурет салғанда із қалатындай болып. Енді қызып тұрған табада ешқандай май жақпаймыз. Осылай бір қасықтан құйып шығамыз. Орташа отта пісіретін боламыз. Тестімізді құйғаннан кейін, шамамен 1 минуттан кейін осындай бетінде тесіктер, көпіршіктер пайда болады. Яғни бұл уже келесі жағына аудару керек. Осылай барлығын осылай пісіріп шығатын боламыз. Видео ұнап жатса, пайдалы болса, лайк басып, комментарий қалдырып кетіңіз. Панкейктеріміз дайын болды. Өте жұмсақ әрі нәзік болып шығады. Қалауларыңызға қарай түрлі жеміс-жидектермен, шоколадтармен әсемдесеңіздер болады. Ас болсын.